Бәріне сәлем, құрметті талапкерлер. Осы бейнеде, осы видеода біз Қазақ AI Research университетіне мемлекеттік грантқа өтініш беру жөніндегі толық гайд бойынша сөйлесеміз. Яғни осыған дейін біреу осы ақпаратты мемлекеттік гранттарды қалай тапсырам деген сияқты зерттеген болатын, бәлкім зерттемеді. Дегенмен де осы жерде өте маңызды ақпарат болады, мұқият ақпарат болады. Егер де сіздерге керек ақпарат болса, оны жазып алуыңызды кеңес беремін. Қараңыздар, бірінші кезекте біз ең бастапқы ақпараттан бастайық. Ол грант қалай бөлінеді? Қараңыздар, грант қазір білім беру бағдарламаларының топтарына бөлінеді. Осыған орай сіздердің ойларыңызда сұрақ келеді. Білім беру бағдарламаларының топтары дегеніміз не? Ол ары қарай менен гоп деп атауым мүмкін. Енді қараңыздар, 2019 жылға дейін грант мамандыққа бөлінетін. Мысалы, бір physical AI алайық, ол physical AI-ға бөлінеді, және де AI and machine learning-ке бөлінеді. Яғни мен университетке тапсыру барысында сол екеуін бөлек таңдайтынмын. Ал қазіргі кезде 2019-дан бастап білім беру бағдарламаларының топтары болды. Біріккен мамандықтар, яғни ол білім беру бағдарламалары, олар бірге үйлесіп топ құрады, және сол топқа мен грантқа тапсырамын. Яғни мен тек қана екі мамандыққа емес, бір мамандық, бір гоп арқылы мен 3-4 мамандыққа түсе алу мүмкіндігім бар. Енді ары қарай осыған орай гранттар білім беру бағдарламаларының топтарына бөлінгендіктен, ары қарай талапкер грантты қай жоғарғы оқу орнына баратынын өзі таңдайды. Яғни сіздер ары қарай мен толықтай оны айтып беремін. Дегенмен де сіздер 4 университет, яғни 4 жоғарғы оқу орны және де 4 гоп таңдайсыздар, 4 білім беру бағдарламаларын. Келесі, енді қараңыз, білім беру бағдарламасы, ол яғни мамандық, ол конкурс нәтижесінде грант ұтып алғаннан кейін гоп ішінде таңдалады. Яғни білім беру бағдарламасы дегеніміз ол physical AI немесе де AI and machine learning. Бұл жерде сіздер оны таңдайсыздар, грант жеңіп алғаннан кейін сіз өзіңіз таңдау жасайсыз, сіз қайсысына түскіңіз келеді. Және де бұл жерде ең маңызды және жақсы артықшылығы бар, ол бір гоп ішінде грантты жоғалтпай білім беру бағдарламасын ауыстыруға болады. Яғни, мысалы сіздер, оны мысал ретінде келтірейін, қараңыздар. Біздің университетімізде бір ғана гоп бар, B057, ол ақпараттық технологиялар. Яғни, сіздер грантқа тапсыру барысында осы B057-ні таңдау керексіздер. Одан кейін грант жеңіп алған кезде біздің университетімізде сіздер екі білім беру бағдарламасына түсе аласыздар. Біріншісі ол AI and machine learning, және де physical AI. Егер сіздер, мысалы, physical AI-ға түсесіздер, бірінші семестрден кейін сіздерге ол бағыт қатты ұнамаса, сіздер грантты жоғалтпай ауыстырсаңыздар болады. Яғни, сіздер бір гоптың ішінде грантты жоғалтпай ауыстыру мүмкіндігі бар. Бұл өте үлкен, өте күшті мүмкіндік. Енді ары қарай кетейік, қараңыздар, грантқа өтінім қалай толтырылады? Грантқа өтініш берген кезде сіздер төмендегі кестені толтырасыздар. Сіздер осы жерде көріп отқандарыңыздай каришок бар. Яғни сіздер 4 университет және 4 жоғарғы оқу орнын таңдайсыздар. Таңдауларыңызды басымдық ретімен, яғни 1-ден 4-ке дейін орналастыру қажет. Ол дегеніміз не? Сіздер бірінші университетті, мысалы, біздің университетіміз таңдайсыздар, ары қарай өзіңіздің керекті университеттеріңізді таңдайсыздар. Одан бөлек сіздер гопты тура солай таңдау керексіздер. Сіздерге бірінші өзіңізге қайсысы бағыт ұнайды, сол бағытты таңдайсыздар, соған орай сіздер ары қарай жалғастырасыздар. Келесі гоп, және де 4-шіге дейін. Және де ең үлкен қате бар, бірдей білім беру бағдарламаларының топтарын, яғни гопты әртүрлі жоғарғы оқу орындарымен екі рет көрсетуге болмайды. Себебі ол сіздердің грантты ұтып алу ықтималдылықтарыңызды, яғни вероятності ол көтермейді. Ол дегеніміз, оны мен қазір толықтай түсіндіріп беремін, неліктен олай істеуге болмайтынын. Бірақ дегенмен де сіздер осы жерде каришокты көріп тұрсаңыздар, осы мысал ретіндегі оқушы тура солай бір гопты екі рет таңдаған. Яғни B057 және де екіншісі B057, сосын B058. Яғни сіздер бірінші жоғары оқу орнына ұтпасаңыздар, яғни бірінші гопқа ұтпасаңыздар, екіншісіне тура солай ұтпайсыздар. Оны мысал ретінде келтірейін, қараңыздар, гранттар қалай бөлінеді? Елестетейік, сіздің балыңыз, ұпайыңыз 102 ұпай. Математика, информатика пәндері арқылы сіздерде 4 гоп бар, яғни білім беру бағдарламаларының топтары.
Ол ақпараттық технологиялар, B057, B058 ақпараттық қауіпсіздік, B011 информатика мұғалімдерін даярлау, және де B058 ол криптология. Енді осы жерде кестеде көріп тұрғандарыңыздай жоғарғы оқу орындарының кодтары бар. Әр университеттің өзінің коды бар. Біздің университетіміздікі 111. Ары қарай кодтар 592, 634, 123 бұл ойдан шығарылған сандар. Гранттар саны, тапсырушы саны және де соңғы өткен ұпайы ойдан шығарылған. Оны сіздер назарға алмаңыздар. Сіздерге түсіндіру барысында осы жасалған. Енді қараңыздар. Гранттар саны 3000 деп елестетейік. 3000 бізде грант бар және де тапсырушы саны 4500. Яғни логикалық тұрғыдың өзінде қарағанда бұл жерде 1500 оқушы ол грантқа түсе алмайды. Неліктен? Себебі гранттар саны шектелген 3000, ал тапсырушы саны 4500. Соңғы өткеннің ұпайы 101, яғни ең кіші тұрған оқушының балы 111 болғандықтан сіздің ұпайыңыз 102, құттықтаймын, сіз грантқа түстіңіз. Ары қарай сіздерден 1500 түспеген адам ол келесі гопқа түседі. Өздерінің таңдауына байланысты ары қарай екінші басымдық бойынша өзін таңдаған ұпайға түседі. Енді қызық сұрақ болып туындауы мүмкін. Егер 3000-шы және 3000-шы талапкердің, 3001-шы талапкердің, кешірім сұраймын, ұбт ұпайлары бірдей болса, не болады? Ол кезде басымдық жеңілдік құқығына ие талапкерге беріледі. Ол дегеніміз не? Ол алтын белгі, үздік аттестат, аттестаттардың орташа балы және тағы басқалары. Соған орай оларға басымдық беріледі және де жеңілдік құқығы ие болады. Сондықтан да ол да өте маңызды. Артқа қайтатын болсақ, осы жерде жазылып тұр. Средний балл аттестата, яғни аттестаттың орта балы 4,714 дейді. Сондықтан да сабақты жақсы оқыған тоже маңызды. Ары қарай жалғастырайық. Мысалы, бұл жерде бірінші гопты түсіндірдік қой, біз ақпараттық технологияларды ұтып алуда. Енді ары қарай екіншісін түсіндіріп берейік. Мысалы, сіздің ұпайыңыз 93 болды. Бағанағы тура солай, бірақ сіздің балыңыз 102 емес, 93 деп елестетейік. B057-де ақпараттық технологияларда соңғы өткен ұпайы 101 болса, сіз ол жерге түспедіңіз. Екінші басымдық бойынша, сіздер приоритет бойынша екінші гопқа қарастырыласыздар. Яғни сіз деген 1500 адамның арасындасыз, келесі гопқа көштіңіздер. Сол ақпараттық қауіпсіздіктің ішінде 2200 грант бөлінді, тапсырушы саны 3000, оған 1500 оқушы қосылады үстіндегі. Яғни ол 100 бен 92-нің аралығындағы. Солайша сіздерде талапкерлер саны 1500 және 800, яғни 2300-ге көбейеді. Және соңғы өткеннің ұпайы 92 болса, сіздікі 93. Құттықтаймын, сіз осы жерде грантқа түстіңіз. Тура осы логика арқылы сіздерде ары қарай кете береді. Ол 3-ші гопқа және 4-ші гопқа. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай біз 90 деуі мүмкін, ол жерде 100 болуы мүмкін және тағы басқалары. Келесі, маңызды ақпарат, біздің университетіміздің коды ол 111. Яғни сіздер 4 университетті таңдаған кезде бірінші кезекте біздің университетімізді 111 B057-ні таңдау керексіздер. Енді қараңыздар, бізде айтады, неліктен Қайруға грант конкурсы басталғанға дейін қабылдау емтихандарын тапсыру қажет. Бұл өте маңызды ақпарат, өте маңызды. Бұл туралы жазып алыңыздар өздеріңізге және де тыңдаңыздар. Маңызды мерзім ол 10-шы шілдеге дейін. Ол дегеніміз не? QPT және де тілдік тестті сіздер 10-шы шілдеге дейін тапсыру керексіздер. Неліктен? Мысалы қараңыздар, QPT мен тілдік тесттен өтпесеңіз, жиі сіздерді 111 жоғарғы оқу орнының кодын, яғни біздің университеттің кодын тапсыруға, таңдауға мүмкіндік бермейді. Оны жүйенің өзі, яғни система сіздерге рұқсат етілмейді. Ал егер сіздер QPT мен тілдік тесттен өтсеңіз, университетте таңдау ашық болады. Неліктен? Біз QPT мен тілдік тест тапсырғаннан кейін талапкерлердің тізімін ұлттық тестілеу орталығына жолдаймыз. Яғни бұл тесттер біздің ішкі түсу міндеттелген тесттері. Яғни сіздер бізге түсу үшін ол екі тестті міндетті түрде тапсыру керексіздер. Ол QPT тест болады, ал ағылшын тілі немесе қазақ тілі сіздердің оқу бөліміңізге байланысты сондай тілдік тесттер тапсырасыздар. Сондықтан да ол маңызды, өте маңызды ақпарат. Ол сіздер университетке барып, біздің университетімізді таңдай алмайсыздар.
Келесі, егер сіз басқа қаладан болсаңыз, мысалы ол Жезқазған, Ақтау, Атырау, Алматы, Шымкент және тағы басқалары, дегенмен де сіздер біздің университетке түскілеріңіз келсе, құжаттарды қабылдау комиссия арқылы онлайн тапсыра аласыз. Ол қалай жүреді? Бірінші кезекте сіздер тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін өзіңізге ыңғайлы уақытты таңдайсыз. Мысалы біздің университеттегі адамдар сіздерге платформаға тіркелесіздер, сол арқылы сіздер таңдайсыздар. Мысалы маған жексенбі күні сағат 15:00-де ыңғайлы, немесе де дүйсенбі күні сағат 13:00-де деген сияқты. Одан кейін біз сізбен Zoom арқылы байланыстамыз, онлайн қоңырауға қосыламыз, экран міндетті түрде жазылады, себебі ол жерде барлығы былай айтқанда видео фиксация болады. Одан кейін үшінші кезекте біз толықтай ақпаратты сіздермен бірге толтырамыз. Біздің маман, біздің қызметкер сізге толықтай көмектеседі. Одан кейін біз сіздердің деректеріңізді қайтадан басынан тексеріп шығамыз. Ол жерде мысалы сіздерге айтады, қателердің жоқ екеніне көзіңізді жеткізу керексіз. Сізден айтады, осындай таңдау жасауға дайынсыз ба? Оның барлығы енді бізде экран жазылғаннан кейін оның барлығын айту керек. Және де бесінші кезекте білім беру бағдарламаларының топтарын растаймыз. Гоптарды, яғни B057 жоғарғы оқу орны коды 111 екенін. Және де алтыншы кезекте сіздер талонды аласыздар, және де өтініміңіз қабылданады. Талон бағана мен сіздерге көрсеткендей түрде беріледі. Яғни қорытындылай келе 4 маңызды ақпарат бар. Бірінші кезекте ол 10 шілдеге дейін сіздер QPT-ді және де оқу тілі бойынша деңгейіңізді растау керексіздер. QPT-ні тапсырасыздар және оқу тілі бойынша деңгейіңізді растау керексіздер. Ол маңызды, себебі ол сіздер 111-ді таңдай алмайсыздар. Грантқа өтінім бергенде 111 жоғарғы оқу орнының кодын басымдық тізімінде бірінші болып көрсету керексіздер. Яғни біздің университетімізді Қазақ AI Research University'ді сіздер бірінші кезекте таңдау керексіздер. Соны таңдайсыздар, B057-ні белгілейсіздер. Ары қарай сіздерге өзіңіздің басымдық бойынша қайсысы ыңғайлы, криптология, мысалы мұғалім, немесе де ақпараттық қауіпсіздікті таңдайсыздар. Ол екінші кезекте. Үшінші кезекте өтінімді қайыру қабылдау комиссиясы арқылы тапсыру керексіздер. Біз сіздерге толықтай көмектесеміз, толықтай түсіндіріп береміз, және де 100% кепілдік береміз. Сіздің ақпаратыңызды толықтай біз түсіндіріп, толықтай тапсырып, сізге өзіңіздің талоныңызды береміз деп айтамыз. Және де төртінші кезекте грант конкурсының нәтижесін күту керек болады. Яғни бұл дегеніміз 13 мен 4 шілде аралығында бізде конкурс болады. Одан кейін 2 аптадан кейін сіздерде толықтай гранттар нәтижесі шығады. Ендеше осымен біздің гайдымыз толықтай аяқталды. Сіздер барлығын түсіндіңіздер деген ойдамын. Егер түсінбеген болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, бізге міндетті түрде жазыңыздар. Біз сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Және де бастысы, біз сіздерді қайтадан біздің университетімізге шақырамыз. Міндетті түрде бірінші кезекте басымдық бойынша B057-ні таңдап, 111 кодын белгілеңіздер. Біз сіздерді Қазақ AI Research университетінде күтеміз. Сау болыңыздар.